Иә, бағана отырған кезде сәл көңіл күйі түсіп қалған еді. Бексұлтан қайда дегендей, Бексұлтан мырза бір шаруалармен кешігіп қалды бүгін эфирге. Негізі бағана шығу керек едіңіздер. Иә, Диана ханым, звондап жібердім ғой, шыдамай. Сыртта? Иә, звондап, сонымен қаяқтасың десем, енді шығайын деп жатырмын үйден еді. Сосын кішкене ренжіп қалдым да. Тете, жұмыстарыңды бітіріп келмейсің ба деген. Бірақ қазір ренжіп отырған адамға ұқсамайсыз. Жоқ, көңілім қайттан көтеріліп кетті. 5-ақ минут менікі ашуланғаным. Олай болса, бірден студияға Бексұлтан мырзаны шақырамыз, келіңіз. Вау! Қош келдіңіз, Бексұлтан. Ассаламуалейкум. Шоқтары. Ассаламуалейкум. Және тіпті киімдеріңіздің түсі де бірдей сияқты. Иә. Білмей қалыппыз өзімізді. Сәйкестік қой, бұл тағдыр. Иә, қалайсыздар? Күні кеше тағы да Зухра ханымның шаңырағында қуанышты туған күнді атап өтуге Бексұлтан мырза барған екен. Қарасам, кәдімгідей бір дастархан басында Зухра ханымның анасы бар, екінші әкесі бар, барлығы бірге мәз мейрам болып әңгіме дүкен құрып отыр. Иә, кім бастайды? Ассаламуалейкум тағы да. Қалайсыздар? Шүкір, аман есен. Иә, шынымен де әуелі өткенде таныстықтан бастайық. Айтпақшы. Өткенде осы эфирден шыққаннан кейін таныстық болды. Анаммен таныстық, қарындастарым келді. Бір қарындасым өкінішке орай келе алмай қалды. Сол кіші қарындасым келіп, жақсы бір таныстық болды. Отырдық, сол жерде әңгімелесіп. Енді мен бүйтіп ойладым, кішкене Зухра сәл ыңғайсызданатын шығар, бір қысылатын шығар деген сияқты ойым болды. Қайдам дейсіз ғой? Иә, бірақ жоқ. Менің қасымда қалай өзін ұстаса, анамның қасында дәл солай емін-еркін әңгімесін айтып. Ашық. Иә, анаммен жақсы сырласып, кішкене. Сол кезде анамның өзі дастархан басында айтып қалды. Маған осындай ашық адамдар ұнайды, жаңағы әңгімесін ашық айтатын, өзім сияқты аңқылдап қалған қарапайым екен деген сияқты. Мама сол кезде бір өзінің жылы лебізін білдіріп қалды. Анаңыздың жүрегі орнына түскен шығар. Орнына түсті. Иә, негізі анам экраннан көрген кезде сәл басқашалау екен дейді. Былай өмірде көріп, танысып сөйлесең, мүлдем басқа екен деген сияқты. Енді анамыз осы уақытқа дейін естіді ғой Зухра жайлы. Менің аузымнан естіді, былай эфир барысында көрді. Ел жұрт айтады, иә. Енді қазақтың мың рет естігенше бір рет көр дейтін сөзі бар ғой. Мың рет естігенше бір рет көрсін, танысын, білсін деген ниетпен сол күні таныстық, кездестік. Онда біздің көрермендер де мың рет естігенше бір рет видеодан көрсін. Ал кеттік. Иә. Ал енді Зухра ханым, сізді тыңдайық. Қобалжу болды ма? Қалай өтті? Ойдағыдай өтті ме? Иә, Диана ханым, сол алдындағы соңғы эфирдан кейін біз танысуға бардық. Енді онша видео жоқ өйткені, енді ол жерде отырып видео түсіре берген ыңғайсыз болды, сондықтан көп видео түсірмедік, бірақ таныстық өте керемет деңгейде өтті. Одан кейін Бексұлтан мамаларын шығарып салғаннан кейін мені шығарып салуға барды ғой енді. Сол кезде мамасы үйге кіріп кеткеннен кейін шығып айтады: "Мама, напсың?" деп. Соның көңілім орнына түсті. И көп халықтар да мен үшін переживать етіп жазып жатыр да: "Зухра, көп күле берме кездесуде, көп видео түсіре берме" деп. Енді мені мамасы жарнама түсіріп жіберіп жүрме деп кездесуде. Бексұлтанның мамасына ұнасын деп жатыр ғой енді халықта, бір нәрсе болып қалмасын деген сияқты. Барлығы жақсы өтті. Білмеймін, мен өзімді негізі мен айта берейін осы жерде. Негізі бірінші жолдасымен танысқан кезде мамасына андай өте сыпайы, сабырлы болып үндемей отырған ғой. Содан кейін осы жолы шештім, мен өзім қандай бармын, өтірік екі жүзді болмай, қандай бармын сондай болып, күлгім келсе күлем, айтқым келген жерде айтамын деген сияқты сондай болып шештім. Майыспадым дейсіз ғой? Майыспадым, иә, мүлдем майыспадым. Мен қалай бар солай, бірақ солай жақсы сияқты, өйткені еркін сезіндім. И одан кейін жаңағы туысқандар күйеу баласымен кеше тауға бардық. Одан кейін тоже күшті, ол жерде үлкен қарындасы келді, таныстық күйеуімен. Одан таудан шыққаннан үйге барып шай ішіп отырдық, өзіміз күшті әңгімелесіп шай іштік. Сонымен кеше мен туған сіңілімнің туған күні болып, сол жерге барып тоже бір дастарханда отырып, енді кішкене отырған кезде Бексұлтанның басы ауырып қалды. Қатты ауырып, я маған мейірбике ғой, сонымен давлениясын өлшеп, сөйтіп дәрі ішіп, сонымен кішкене вроде нормально болды. Содан кейін мен балам... Қан қысымы, иә, сонда сізде мәселе? Өйткені қазіргі орайында негізінде қан қысымы бар адамдарға өте қауіпті. Иә, соңғы уақытта Диана ханым бір денсаулықтан бір кінәраттар болып жатыр. Менде қазір сол мына шілде айындағы тойларымның барлығынан отказ беріп жатырмын қазір. Бәрін атпен жасап, өйткені кішкене денсаулыққа көңіл бөлмесек, мән бермесек, денсаулық бірінші байлық дейді ғой. Сондықтан да денсаулығымызды кішкене күтінбесек,
сондай бір шашап қалатын бір одышка дейді ғой, жаңа демаламай қалатын сәттер болып жатыр да, сондай. Кеше енді сіз де шіркін ұйықтамайсыздар ғой. Түнде де бірге, таңда да бірге, күндіз жұмыста, кешке тойда деген сияқты. Әрине ағзаларыңыз шаршайды ғой, оның барлығы стресс болады организмге. Зухра ханым мүлдем ұйықтамайды, мен білсем. Мен сол кішкене арасында ауырып қалсам Зухра ренжиді, сенің настроениең түссе, ол маған беріледі, менің де көңіл күйім түсіп кетеді дейді. Мен айтамын, мен робот емеспін ғой, артынан бұрап жіберіп қойса жүре беретін. Мен де адам болғаннан кейде бір ауырып қаламыз. Бірақ мен бір риза болатыным, мен қандай көңіл күйде болсам, Зухра дәл сондай көңіл күйде болады. Яғни мен ауырып қалсам, мен уайымдайды, менімен бірге көңіл күй түсіп отырады. Бір қыздар болады ғой, сен настроениең болмай бір отырсаң, қасында ыржың-ыржың етіп телефон ұстап алып, сондай қыздар отырады болады ғой. Мен сондай нәрсе маған ұнамайды да, мен өзім бүйтіп сырттай қараймын да, кейде бір таңғалып қаламын. Бірақ Зухрада ондай емес, керісінше мен көңілім табуға тырысады. Мен ауырып қалсам уайымдайды деген сияқты. Оның үстіне кеше анасы емдеп жіберді дейсіз ғой. Кеше мамасы емдеп жіберді. Сол шыны керек бір Зухралардың үйінің бір отбасының бір мүшесі сияқты болып қалдым қазір. Барамыз бір емін-еркін әңгіме, бір қалай айтсам болады, бір ыңғайсыздану, болмаса бір қысылу деген нәрсе менің тарапымнан жоқ. Өйткені өзімнің бір мамасы мен әпкем сияқты болып кетті да, бір бұл кісінің мамасы мені өте қатты жақсы көреді екен, бұрыннан жақсылап тамашалайды екен. Біздің осы қатысушылардың арасында Бекзат екеумізге ғана тіркелген екен. Бекзат екеуміз жақсы көреді екен. Және кеше бір көріністі байқап қалдым, сіздер қонаққа барған екенсіздер, сіңліңізді құттықтап, сол кезде Зухра ханымның әкесі отыр, және төрдегі жалғыз орынды күйеу балаларына болашақ ұсынған екен. Әкесі мына шетте отырса, күйеу балалары мына жерде кәдімгідей төрден орын алып отыр. Сыйластықты көрмейсіздер ме? Өте керемет. Сол маған мамасының бір әңгімесі ұнады. Кез келген жағдайда әйел адам өзінің жаңағы үйінде болып жатқан нәрсені төркінін айтпау керек дейді да. Маған әке-шешем сондай тәрбие берген, мен үйімде болып жатқан нәрсені, күйеуімнің минустарын, күйеуімнің жағының кемшіліктерін мен еш уақытта төркінін айтпағам. Оны тура Зухраның көзінше айтты да, сол кезде маған сол нәрсе қатты ұнады. Өйткені ананың тәрбиесі деген балаға деген сондай үлкен әсерін береді да. Сол әңгімесіне өте қатты риза болдым. Асеке, сіздің досыңыз өткен жолы журналистика күнінде Асеке суырылып шығып мыңның ішінен сізді құттықтаған еді. Рахмет. Кеше ғой, кеше. Сіздің болашақ жарыңыз білмейді екен зато. Кеше үйретті, мен кеше болашақ жарыңызды үйіне апарып тастасам, жол жөнекей айттым, біліп жүр, болашақ сенің күйеуің деп. Қош келдің досым. Стористеріңді, жаңалықтарыңды Зухрада кеше кетіп бара жатып, машинаның ішінде айтып жатыр. Жаңалықтарыңды естіп, мен өзім қуанып жатырмын да, іштей. Бұйыртса тойларың болсын, тойларында қызмет қылып жүре берейік. Аман болыңдар. Рахмет. Ну чон? Бексұлтан, қош келдің. Қош көрдік. Енді мықты негізі, әр шыққан сайын өздерің бір таныстыруларың, ата-аналарыңмен таныстырып жатсыңдар. Мықты келе жатсыңдар, негізі мықты барлығы. Бірақ енді кейде бір андай бір ойлар болмай ма, что енді халықтың арасында жүргеннен кейін ата-аналарыңмен таныстырып қойдыңдар, бір а вдруг не получится деген сияқты, бір тойға жетпей қаламыз ба деген сияқты бір ойлар мазаламай ма? Енді адам бір нәрсені бастамас бұрын, яғни бір жұмысты, бір істі бастамас бұрын, онда бір сенімділік болу керек та. Кез келген адам өзінің жүрегіне сенімділік орнату керек. Сол сенімділік орнаған кезде ғана адам жаңағы серьезный шақтарға барады да, яғни шынайы қадамдар жасайды. Сондықтан да біздің ортамызда да сондай бір-бірімізге деген сенімділік бар да. Менің жүрегімде де, Зухрада да сондай сенімділік бар. Сондықтан да алда біз не болатынын білмейміз. Ең бастысы екеуміз де жақсылықтан, жақсы нәрседен үміттіміз. Сол жақсы дүние болса екен деп тілейміз. Ал екеуің араларыңда сондай бір сенімділік кімде көбірек? Мысалы, бізге Зухрада көбірек сияқты көрінеді, что саған қатты сенетін сияқты. Жоқ, енді егер менде сенімділік аз болатын болса, мен анаммен таныстырмайтын едім, мен қарындастармен таныстырмайтын едім, қарындасымның үйіне шай ішуге апармайтын едім да. Менде керісінше, менде сенімділік басымырақ сияқты менің тарапымнан. Бірақ енді Зухраның мен сеніміне ешқандай жаңа күмәнім жоқ. Иә, күмән келтірмеймін, бірақ мен өзім 100%-ға сенімдімін. Ал екеуің араларында махаббат кімде көбірек деп ойлайсың негізінде? Негізі менің енді ер азамат ретінде менің ойымша қыз балада махаббат көбірек болған дұрыс деп ойлаймын. Сендерде сондай ма негізі араларыңда? Солай, иә. Неге ондайды жақсы көресің? Оны Зухра білмейді десең да. Жағдай қиындап бара жатыр. Мынандай ғой, Диана ханым, 60-та 40. 60-та 40 нормальный ғой? Қатты аз емес, қатты көп. Жоқ, 55 пен 45 болса. 55 пен 45 болсын жарайды. Жоқ, ол обычно айтады, мен сенен қатты жақсы көремін деп всегда солай айтасың ғой, өтірік. Жоқ, айтамыз ғой енді. Сонда айта беретін болып тұр ғой. Санжар. Бексұлтан, қош келдің. Қош көрдік. Сені көріп шындап қуанып жатырмыз осы жерде. Қыздарыңмен таныстырдың ба өзіңнің Зухраны? Өйткені жұпқа дейін біле білсем, Зухра сен балаңмен таныстырып қойдың, иә? Қатты үйреніп жатыр, екеу тіл табысып кетті, екеу бірге конструктор ойнайды, өте керемет деп айттың. Өздеріңіздің қыздарыңыз таныстырдыңыз ба Зухрамен? Сізде сенімділік көбірек қой? Мен былай айта кетейін, Санжар, енді мен Зухраның баласымен жұпқа дейін емес, біз дос болып жүргенде танысып қойғанбыз.
Хамо бар, Ақтөре бар, бәріміз бұрыннан білеміз баласын, жаңағы сондай көңілді бала екенін, ер азаматқа жақын екенін бұрыннан білемін да мен. Сондықтан да бізде бір танысу болды деп айта алмаймын, енді бірақ білісіп жатырмыз бір-бірімізді. Қыз баланың сезімі демекші, Нұрсұлтан, сол сұрақты өзіңізге қойсам, сіздерде кімнің тарапынан махаббат басымырақ? Және сіздің ойыңыз кімде басым болу керек? Менің ойымша бізде взаимно сияқты, бірақ мен Айжанға жақсы көремін деген кезде ол мен сенен қатты жақсы көремін деп жауап береді. Менің ойымша екеуі де взаимно болған дұрыс. Егер біреу азырақ жақсы көрсе, онда көп нәрсе дұрыс болмауы мүмкін. Сонда сіздерде 50-50 ма? Иә. Деп жауаптан әдемі құтылып кетті Учон мырза. Жоқ, мен просто бізде қалай бар, солай айтып отырмын негізінде. Әңгімелесу барысында да былай көрінеді ғой. Енді алдай салмайсыз ба? Мен Айжан сені қаттырақ жақсы көремін. Ол қыз ана жақта көріп отырып қалай қуанып қалар еді, е? Енді мен оған деген махаббатын біледі ғой негізі. 50% екенін бе? Жоқ, 24-7 вообще қандай екенін біледі ғой. Сол себепті. Мөлдірдің ойы қандай екен? Диана ханым, енді осы уақытқа шейін осы жұпқа сенбей келген жаңағы бір қарсы пікірлерді айтатын мен болатынмын, бірақ қазірде енді барлығы прогресс жақсы жүріп жатыр деген сияқты қарап отырмын да, енді көз сүйсінерліктей ситуация болып жатыр да енді мына жерде. Бірақ та Диана ханым жаңа Бексұлтан айтып кетті ғой, Зухра ханымдікі көбірек деген сияқты, бұл немен пікірмен мен келіспеймін. Себебі ер азаматтың махаббаты больше болу керек сияқты. Өйткені қыз баласы ол как ни крути, по-любому ол жаңағы ер азаматын, өзін таңдаған ер азаматын жақсы көреді. Ер азаматтың тарапынан жаңағы тағы да қайталап айтамын, көп болу керек. Бұл жерде Бексұлтан мен сенімен келіспеймін. Мен айта кетейін, енді осыған жауап бере салайын, Диана ханым. Егерде бізде жарнама еді, жарнамадан кейін көрейік, пайыздық өлшемдер ауысып кете ме екен, қалай боларын жарнамадан кейін көреміз. Қосылайық жобасы, ортада Зухра ханым және Бексұлтан мырза. Зухра ханым, не болып қалды? Неге шекеңіз тырысып қалды? Жаңа ғана әп-әдем болып шығып ортаға күліп отыр едіңіз? Сөз мені қалды ғой, Диана ханым, айта салайын, иә? Жаңа енді Мөлдір айтып отыр ғой, сенің пікіріңмен келіспеймін деп. Мен былай айта кетейін, енді жаңа 55, 45, 65, 40 деп қалжыңдап отырмын, Диана ханым, әзіл ғой. Енді әзілді кім қалай түсінеді мен білмеймін, бірақ мен әзіл ретінде айттым. Жалпы менің түсінігім бойынша ер бала қарағанда қыз баланың сезімі сәл жоғарырақ болған дұрыс. Өйткені көп жағдайда жалпы өмірлік тәжірибеде алып қарайтын болсаң, қыздар ер азаматтарын қатты жақсы көрмегендіктен көбінесе кетіп қалып жатады, жаңағы бәрібір да, өйткені бәрібір болып қалады. Ер азаматын жақсы көрмеген деген оған деген сезім болмағаннан кейін қыз балалардың көбісі тастап кетіп қалады. Ал сезім қыз жақта жоғары болатын болса, ол қыз қандай жағдай болмасын кетпейді, ер азаматын жақсы көріп тұрады, сыйлайды. Бұл жерде менің айтқым келгені, біздің махаббат, жалпы кез келген адам махаббаты пайызбен өлшенбесе деймін да, ол адамның бір-біріне деген сыйластығы, сезімі деген нәрсе, ол екі жақтан да ортақ болатын нәрсе. Жоқ, қысқасы күте тұрыңыздар, Бекзат мырзада кезекті белгі таңба. Иә? Естімеген елде көп. Естімеген елде көп дейді. Диана ханым, осы жерде айта кетсем болады ма? Хамо. Бексұлтан, қош келдің. Жаңа енді айтып жатсың ғой, қыз баласының сезімі көбірек болған дұрыс деп. Мен онымен келіспеймін негізінде. Білесің ба, өйткені мысалы болашақта үйленіп жатқан кезде, егерде ер азамат қыз өзінің сүйген жарын қатты жақсы көрсе, көбірек үйіне асығады, үйге қарай келу деген, мысалы асығып әйелімді көру. Егерде ер азамат жаңағыдай аздау жақсы көретін болса, сол кезде ана шөп салу деген нәрселер сондай кездерден басталады. Ер азаматтық негізі көбірек жақсы көрек, өз әйелін көбірек жақсы көрген дұрыс. Либо орташа болу керек, бірдей болу керек. Айдана. Диана ханым, мен толықтай Қамрақұлмен келісемін, өйткені білесіз ба, негізі мына жерде мынандай мәселе. Ер азамат жақсы көрген кезде, ер азамат өз-өзін бар ғой, қинап ешқашанда өмір сүрмейді. Сіздер эгоистсіңдер негізінен, өздеріңіздің мынандай натураларыңыз бойынша. Ал әйел баласы, біз ана болғандықтан, я болашақ, сондай бір шаңырақтың ұстап тұратын, сондай бір үйде жаңағы жылулықты ұялатын сондай қыздар болғандықтан, біз кей жағдайда ер азаматтардың іс-әрекеттеріне де көзімізді жұмамыз, осы отбасын сақтаймыз. Және де егерде ер азамат действительно жақсы көріп, барлығын бізге бүкіл жағдайды жасап, кішкене мен сөйлеп жатырмын ғой, қолыңды көтеріп алсын. Көрінбей қалды ма? Бұл жерде енді, наоборот, қыз баласы кішкене көнеді да, наоборот, поступоктарға қарап, ер азаматты жақсы көріп кетуі мүмкін. Ал ер азамат ешқашанда қызды уақыт өте жақсы көріп кетпейді. Жоқ, мына екі шетте отқан кісіге вообще келіспеймін. Жақсы көріп кетуі мүмкін дейді ғой. Ер азаматтың іс-әрекетіне қарап, ол вообще қате. Негізі Бексұлтан айтқаны өте орынды. Қыз бала қатты жақсы көреді негізі, Диана ханым. Айтады ғой, сені сүйгенді емес, сені сүйгенді ал деп. Мен алдында да айттым ғой, маған да үйдегілер айтады, маған да ағайын-тума айтады, сені сүйгенді ал, наоборот.
сонда ол қыз сен үшін бәріне көнеді, бүкіл жерге барады, сен үшін бәріне дайын болады деп. Ал мына сөз қайдан шықты? Жігіт сүйсе алады, қыз сүйсе қалады Ол деген. Диана ханым, ол Диана ханым, мен ол сіздерге түсіндірген жауап берсін. Иә. Жігіт сүйсе алады, қыз сүйсе қалады деген мындай мақсаттар шыққанда, жалпы ер азамат әйел адамға деген сыйластық пен құрмет, махаббатпен ол қызды алады да. Ал қыз сүйетін болса, ер азаматтың тарапынан болатын махаббат, ол екеуі бір-бірімен үйлесім табады. Ал егер де жігіт тарап, мен айтып отқан жоқпын, жігіт мүлдем жақсы көрмеу керек, қыз ғана жақсы көру керек деп жатқан жоқпын. Ер азаматтың тарапынан да махаббат болу керек. Бірақ әйел адамдікі сәл басымырақ болу керек та. Біздің мына Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев деген атамыз бар. Сол атамызбен әйел екеуі шай үстінде сөйлесіп отырған кезде Дінмұхаммед атамыз айтқан екен, менің асыл жарым, Құдай қосқаным, менің махаббатым сенікінен күштірек сияқты деп айтқан ғой. Сонда анамыз былай айтқан екен, менікі күшті бола берсінші деген екен да. Неге деп сұраған ғой сонда Дінмұхаммед атамыз? Неге деп сұрағанда, өйткені әйел адам 40 шырақты, әйелдің 40 жаны бар дейді. Үйдегі бүкіл балаға беретін тәрбие, саған деген махаббат, бұның барлығы, үйге берілетін жылудың барлығы бұл әйелдің тарапынан болады. Ал ер азаматтың наны түзде, сіз халықты жақсы көріңіз, сіз халықты сүйіңіз, сонда мен сізді сүйем деген екен да. Осындай сөз бар, бабаларымыздан алған сөз. Оны мен ойдан тапқан жоқпын да. Зухра ханым, осы мысалдан кейін қалай көндіңіз бе? Жоқ, көнген жоқпын. Жаңағы айтып кеттің ғой, жаңа Бексұлтан. Жаңағы әйелдер кетіп қалады, тастап кетеді деген сияқты. Әйелдер көбінесе біздің қоғамда егер қарайтын болсақ пайызбен, көбінесе ер азаматтар әйелдерін тастап кетеді, чем әйелдер ер азаматтарын тастап кетеді. Әйелдер даже ұрған, соққан, басқасының бәріне де шыдайды негізі. Бірақ ер азамат сүйгені больше. Мен соны қалаймын, өйткені мен бывший отношениямда ондай болған жоқ. Сол үшін кетіп қалды ол кісі, иә? Өйткені махаббат айтарлықтай болмады. Менің тарапымнан ғана болды. Әдеттегідей. Енді осы жерде мөлдір сені вечно біреу жақсы көріп қаласың деді ғой, сол енді өзіме бір басыма келіп тиген сияқты болып тұр. Білмеймін, маған ұнамады өйтіп айтқаны. Өйткені екеуміз оңашада жүрген кезде сен мүлде басқалай айтасың да, ана жерде келіп бір абыройымды көтеріп, я мен оны одан да жақсы көремін деп айтасың, болатын еді ғой. Мен айтып кетейінші мына жерде, негізі бұл жерде ешкім Бексұлтанды қинап Зухраға сөз салдыртқан жоқ, өзі шығып мына жерде кішкене бізге барлығымызға бір таң қаларлықтай қылып жағдай жасап осы жерде Зухраға сезім білдірді, өзі сөзін салды деген сияқты да. Бұл жерде мен мүлде келіспеймін, қыз баланың ер азаматқа деген махаббаты басымырақ болу керек деген. Бұл жаңа Асылбекті қолдап жатыр, Бексұлтанды айтып жатыр деген сияқты. Бұл пікір негізі бар ғой, ұстаным бір өзіне неуверенный ер азаматтардың тарапынан деп ойлаймын. Себебі ер азаматтар табиғатынан ол охотники да, ол қызды егер де больше жақсы көру керек та, и қызға деген көңіл бөлгені больше болу керек. Сол кезде ешқандай да қызды жаңа ер азаматынан қарсы шығып деген сияқты жаңағыдай. Енді біз адам баласы болғаннан кейін, пенде болғаннан кейін бәрібір эгоист болып келеміз ғой. Және көбірек әрқайсымыз қазір студияда отырған мені көбірек сүйсінші деген ұстанымда отырған сияқтымыз. Ең бастысы махаббат екі тараптан болсын болды. Ол біреуде 55 бола ма, біреуде 45 бола ма, маңызды емес. Ең бірінші жүректе жылулық болса, жүректе махаббат болса жеткілікті. Біздің, яғни қыз баласының, әйел затының разылығы күйеуінде ғой, дұрыс қой. Күйеуінің көңілінде, күйеуінің сондай бір жылулығында. Ал ер азаматтың парызы әйелін асырау, әйеліне қашан да жақсы сөз айту, ол дінде де, былай да ол парыз етілген. Сол үшін барлық жағынан да қарасақ, екі жақтан болу керек. Зухра ханым, көңіліңізді түсірмеңіз. Сізді сүйеді ғой ең бастысы. Осы ортада енді Зухраны бір 2 сезонда уже танып біліп қалдық қой. Мен бір қаларым осы Зухра әрдайым бірінші өзі жақсы көріп қалып, махаббатқа бірінші баспен кіріп кететін адам. Мен саған тілерім, бұл жерде саған тілек. Сен де солай, қалай өзің махаббатқа берілесің, саған да сондай адам жолықса екен деп тілеймін. Өйткені сен әрдайым бұл өмірге күйеу үшін жаралған жоқсың. Сен де сүюге, сен де баспен кететін жігітті де табуға. Ой, керемет сөздер. Енді Зухра ханым, расымен де ондай адамды сіз тапқан сияқтысыз. Ал жаңағы айтқан пайыздық мөлшерлер ол расымен де қалжың ғой. Ең маңыздысы анасымен таныстырды, отбасына тартты. Сол үшін бұл жерде кішкене бір көңіл енді еркелік қой бәрібір. Қам жемеңіз, барлығы жақсы. Бірақ мен Санжардың пікірмен толық келісемін. Қашанғы сіз боласыз, сізді де біреу қатты, шынымен де бір жүрегімен, жан жүрегімен сүю керек деп ойлаймын. Енді бұл жұпта прогресс жоқ деп айта алмаймыз. Сенсек те, сенбесек те бастапқыда енді барлығын өздері дәлелдеп жатыр деп ойлаймыз. Көңіліміз ақ, тілегіміз де сіздерге қашанда жақсы, бақытты болыңыздар. Өйткені Зухра ханымның расымен де бақытты болатын кезі жетті осы уақытқа дейін. Қымбатты көрермен, ертең сіздермен кездесеміз және ертең өте маңызды эфир. Ол эфирде айтылатын дүниелер өте көп болады. Ал 14:30-да Қосылайық жобасында қайта қауышамыз.